Жарайды. Ал балалар, мен сендерге жолбарыс пен тышқанның достығы туралы ертегі оқып берейін, Ал тыңдаңдар. Бір баяғыда жолбарыс тоғайдың қалың ортасында ұйықтап жатыр еді. Үстінен бір нәрсенің жорғалап жүріп бара жатқанын сезеді. Көзін ашып қараса, тышқан екен. Ұйқысын бұзған үшін тышқанды қысып өлтірмек болады. Сонда тышқан: «Тақсыр, датым бар, мені өлтірмеңіз, бір күнәмді кешіңіз. Тірі жүрсем, мен де бір қызметіңізге жарармын» деп өтінеді. Сонда жолбарыс: «Мен жолбарыспын, ал сен тышқансың. Қалжыңың қызық болды. Сен маған қызметке қалай жарамақсың?» деп күледі. «Жарайды, шыбын жаныңды бір жолға қияйын» деп тышқанды қоя береді. Тышқан қуанып, рахметін айтып жүгіріп кетеді. Күндердің бір күні жолбарыс жортып жүріп, мойнынан аспа тұзаққа түсіп қалады. Қанша бұлқынғанымен тұзақтан құтыла алмайды. Қайта тұзақ бұлқынған сайын қыса түседі. «Өлген жерім осы болды-ау» деген сәтте тышқан келіп қалады. Тышқанды көріп қатты қуанған жолбарыс: «Бұған қылар амалың бар ма?» деп тышқаннан көмек сұрайды. Тышқан жүгіріп жүріп тұзақты қажап қиып жібереді. Жолбарыс тышқанның досының қиындықтан құтқарғанына разы болып, рахметін айтады. Ал балалар, ертегіміз тышқан мен жолбарыстың достығы туралы ертегіміз осымен аяқталды. Сендерге ұнады ма? Иә.